сайын осы 1-қыркүйектің алдында бүлдіршіндердің, балалардың мектепке баруына дайындық ретінде мектепке жол акциясы жүргізіліп отырады. Бұл дәстүрлі өзіміздің қызметіміз. Дәстүрлі мектепке жол акциясы жүргізіліп отырады. Сол акцияның аясында биыл Қазақстандағы барша мешіттерде осы мектепке жол акциясы жүргізілді. Сондай-ақ бұл акция Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Ержан Қажы Малғажыұлының бастамасымен барша мешіттердің имамдарының ұйытқы болуымен жүзеге асады. Биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Астана қаласы өкілдігінде осы мектепке жол акциясы жүргізіліп жатыр. Ол 28 тамызға шейін жалғасын табатын болады. Астана қаласының өкілдігіндегі Нұр Астана орталық мешіті, Хазірет Сұлтан мешіті, Садуақас Қажы Ғылмани мешіті, Шайх Кунта Қажы мешіті, Әл-Ғани мешіті, Ас-Салам мешіті және Әл-Жанана мешіттерінде мектепке жол акциясы ұйымдастырылып, 800 балаға мектепке қажетті құрал жабдықтар, сөмкелер, шама келгенше мектеп формасына қаржылай көмек көрсетілді. Бұл аталған көмектің баршасы халқымыздың, осы мешіттеріміздің жамағатының демеушілігімен, қаржылай демеушілігімен жүзеге асып, осы бір қайырымдылық іс шара жасалған болады. Бұл шара барша мешіттерде мектепке жол акциясы деген баннерлер ілініп, жұма күндері мешіттерде, жұма уағыздарында хабарландырулар таратылған болатын. Сол хабарландырулардан халқы естіп, өздерінің үйінде неше баласы бар, қанша жағдайы төмен екендігі жайлы өздерінің құжаттарын алып келіп мешітке тапсырды. Бір отбасынан 5 бала болатын болса, біз сол 5 баласының 3 баласына, не болмаса 2 баласына біз қаржылай осы өзіміздің көмегімізді беріп отыруға тырыстық. Осылай істей отыра көп семьяға шамамыз келгенше бұл бір көмек болса екен деген ниет болды. Яғни бір отбасыдан 5 бала болатын болса, сол 5 баланың 3-еуі, 4 бала болатын болса, оның 2-еуі, 3 бала болатын болса, оның бірі немесе 2 баласына осылай көмек беріліп отырды. Әрбір мешіт өздерінің жағдайына қарай өзінің алдына жоспар сызып, үлкен мешіттер 200 балаға шейін қамтимыз десе, кішірек мешіттер 60 балаға шейін, 60 балаға осында керекті жарақтарын алып беріп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: "Тахаду тахаббу", бір-бірлеріңе сыйлық жасаңдар, орталарында махаббаттарың арта түседі дейді. Біздің болашағымыз осы балалар болатын болса, жастар болатын болса, біздер оларға сыйлық жасай отырып, болашақ ұрпақпен біздің болашағымызбен, балалармен қазіргі ересектердің ортасындағы бір махаббат көпірі болса деген бір ниеттен туындаған шара. Иншалла осы шарамызды Алла тағала қабыл алсын.